Сәлем сұлулар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын керешкелермен бөлісетін боламын, яғни сухариктермен. Ең алдымен осылай нанымызды майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Нанымызды майда тураған сайын дәмдеуіштер арасына жақсы сіңетін болады. Туралған нандарымызды міндетті түрде құрғақ сковородкаға салыңыздар. Нандарымызды турап сковородкаға салып алдым. Енді мен қосатын дәмдеуіштерін дайындайтын боламын. Дәмдеуішке мен ең алдымен чесноктың 3-4 майда бөлігіні осылай майдалап алдым. Оған 1 шай қасықпен тұз салдым. Және үстінен 1 ас қасықпен паприка салып алдым. Сіздер өздеріңіздің ұнатқан дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Енді осы үшеуіні жақсылап бір-бірімен біріккенше осылай араластырып аламыз. Енді дайын болған нанымызды орташа градуста қуырамыз. Ең алдымен нанымыздың өзіні 5-6 минуттай немесе 4-5 минуттай осылай қуырып алдым. Яғни газымыз қатты қызып кетпеуі тиіс. Керешкелеріміздің ұштары күйіп қалуы мүмкін. Нанымызды осылай қуырып жатып үстінен дәмдеуіштерімізді салдым. Және дәмдеуіштерімізді салып жатып тоқтамай қуырамыз. Тағы да 3-4 минут қуырамыз. Осылай жақсылап араластырып қуыра бастаймыз. Яғни дәмдеуіштеріміз нандарымыздың араларына жақсы сіңуі қажет болады. Сосын мен қуырып жатып үстінен 30-35 грамм сливочный масло дейміз ғой. Сол сливочный маслоны, яғни майымызды қосып жібердім. Майымыз қатты болғаны дұрыс. Өйткені жұмсақ болса, кейбір жерлеріне қатты сіңіп, кейбір жерлеріне май тимей қалуы мүмкін. Енді нандарымызды осылай сливочный масломыз ерігенше қуырамыз. Сливочный маслоны салған соң тоқтамай қуырыңыздар. Яғни майымыз барлық жеріне әдемі болып сіңеді. Міне осылай қызарғанша, яғни майымыз ерігенше жақсылап қуырамыз. Енді астыны өшіріп, біраз суытып қоямыз. Міне біздің керешкелеріміз дайын болды. Өте дәмді, дәмдеуіштермен дәмді болып шықты. Дүкеннен сатып алмасаңыздар да болады. Үй жағдайында балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Әртүрлі салаттарға да қоссаңыздар болады. Сіздерге ас болсын.